Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін қамыр илейміз, жаямыз, кеспе етіп кесіп, сорпаға салып пісіруді үйренеміз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға ұнды саламыз. Оның ортасын біраз ашып, бір жұмыртқа саламыз. 100 грамм судың үстіне 2 шай қасық тұз салып, тұзды ергенше жақсылап араластырамыз. Суды құйып, қамыр қылып илейміз. Осылай қысып-қысып, қаттырақ қылып илейміз. Судың бәрін бірден құймаймыз, аздап-аздап құйып, осылай илейміз. Қамыр илегенде жан-жағына шашыратпай, ыдысымызға жабыстырмай, ұқыпты илейміз. Ол біздің тазалығымызды, ұқыптылығымызды білдіреді. Қамырымыз біраз қаттылау болған дұрыс. Неке біздің қамырымыз дайын, өте әдемі қамыр болып шықты. Бетіні жауып, 10 минутқа тындырып қойып қоямыз. 10 минут уақыт өтті. Қамырды жақсылап қайтарып, иін қандырып, илейміз. Бетіні жауып, 15 минутқа қойып қоямыз тағыда. Он 15 минут уақыт өтті. Алып, екіге бөлдім. Осылай домалақтап, шетінен жая бастаймыз. Видеодағыдай алдымен қолымызбен басып, осылай жасаймыз. Енді оқтаумен жаямыз. Қамырды кішкентай домалақ кезінде домалақ етіп жайсаңыз, үлкен домалақ қамыр болып жайылып шығады. Ал сопақша етіп жасасаңыз, үлкен сопақша болып жайылады. Мен үлкен оқтауменен оқтауды ауыстырып, осылай жайдым. Қамырды жайғанда екі шетін қолымызбен осылай, екі қолымызды екі шетіне осылай жүргізу арқылы жаямыз. Ортасына қатты жаймаймыз. Ортасы онсыз да оқтаудың көмегімен жайылады. Енді біраз ұн сеуіп, оқтауға ораймыз. Оқтауға орап кесеміз. Бөліктерге бөліп, кеспе қылып кесеміз. Егер сізде қамырға арналған аппарат болса, сонымен кессеңіз болады. Әйтпесе осылай қолмен кессеңіз болады. Неке өте әдемі болып кесілді. Қалауларыңызға қарай жалпақтау етіп кессеңіздер де болады, жіңішке етіп кессеңіздер де болады. Ол сіздердің өз қалауларыңызға қарай. Қамырды мұздатқышта қатырып сақтап қойсаңыз, өзіңізге ыңғайлы.
Дүкеннен алған қамырға қарағанда үйде жасалған қамыр өте дәмді болады. Балаларыңызға, жанұяңызға қатты ұнайтын болады. Сондықтан осылай жасап қойыңыздар. Мінекей менде дайын. Бір бөлігін осындай пакетке, екінші бөлігін осындай қалбырға салдым. Қалбырға біраз бөлігін, келесісін пакетке салып сақтадым. Салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Екінші бөлігін жайып дайындадым. Үстіне осылай біраз ұн сеуіп, оқтауға орап, кесеміз. Өте әдемі болып кесілді, мінекей. Енді екінші бөлігінде осындай қалбырларға салып сақтаймын. Менде үлкен золадан осындай 3 қалбыр және бір пакет шықты. Бір бөлігін сорпаға салып пісіремін. Пакеттегісі менде 2 сағат көлемінде мұздатқышта тұрды. Сорпаға салып пісіремін. Бес-алты минут көлемінде қайнаса жеткілікті. Мінекей біздің сорпамыз, қамырымыз дайын, кеспеміз. Өте дәмді, ешқандай езілген жоқ. Қамыр өз қалпын сақтап тұр. Өте дәмді болып шықты. Менің жанұяма қатты ұнады. Сіздер де үй жағдайында қамырды осылай қатырып көріңіздер. Видеом ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.